Көп балалы отбасылар. Жалпы достар, көп балалы отбасылар жайында осы видеода қысқаша ақпарат берейін. Менің өзіме көп балалы отбасылар өте көп келеді. Бір бөлмелі пәтерде тұратын, жалдап тұратын азаматтар. Достар, көп балалы азаматтардың көбінде түсінігінде мен көп балалымын деген түсінік бар, бірақ үйге жеріне тұрып қою түсінігі мүлдем жоқ. Сөзін ашық айтатын болсақ, достар, сіз көп балалы болсаңыз, үйге жеріне тұрмасаңыз, өкінішке орай 2020-5 бағдарламасына претендовать ете алмайсыздар. Сондықтан ең бірінші сіздің қадамыңыз жалпы көп балалы ретінде үйге жеріне үй алам деген ойыңыз болса, көп балалы статусын қолданам деген ойыңыз болса, бірінші қадамыңыз үйге жеріне тұрып қою. Екінші қадамыңыз әрине алғашқы жарнаны жайлап жинап бастау мүмкіндігіңіз болса, өзіңіздің таныс балаларыңызға немесе ата-анаңыздың атынан баспана алып, бір бөлмелі болсын төлеп отыру. Бірақ өзіңіздің кезегіңізбен өзіңіз қалаған баспананы аласыз.